Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі 9 сынып. Жаңа бөліміміз әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік, синтаксис. Тақырыптың аты әлем назарын өзіне аудартқан қақтығыстар, аралас, құрмалас сөйлем, 1-2 сабақ. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың оқу мақсаты қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі дәріс, интервью, пікірталас, мақала, мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдарының рөлін талдау. Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру. Бағалау критерийіміз мәтіннен сұрақтарға сай жоспар құрамыз, интервью дайындаймыз. Сонымен бүгінгі тақырып аясында сіздердің оқулықтарыңызда тыңдалым мәтіні беріліп тұр. Оны мен сіздерге түсіндіріп өтсем, халықаралық қақтығыстар туралы және де оның қалай туындағаны туралы қысқаша ақпарат. Яғни 20 ғасырда сіздер білетіндеріңіздей екі дүниежүзілік соғысы болып өтті. Бұл бізде халықаралық қақтығыстар болып есептеледі. Яғни адамзат тарихында аса зардапты із қалдырған екі дүниежүзілік соғысы. Бұл соғыстың пайда болуы отарлық жүйелердің қирауы нәтижесінде және де белгілі бір саяси топтың мүддесі ретінде пайда болған әлемдік дүниежүзілік соғысы. Американдық ғалым Фрэнсис Фукуяма тарихтың ақыры және соңғы адам деген еңбегінде осы екі дүниежүзілік соғыстың қалай пайда болғаны және де қазіргі таңда идеялар бәсекелестігі дәуірінің аяқталғаны, яғни белгілі бір адамдардың идеялары дәуірі жүрмейтінін түсіндіреді және де осы қақтығыстар дамушы елдер мен бұрынғы социалистік достастық елдеріне тиесілі болды. Қазіргі таңда бұндай қақтығыстар болмайды және де болуы мүмкін емес деп түсіндіреді. Сондықтан да қазіргі кезеңдегі болып жатқан қақтығыстардың шығу тегін, өту барысын, шешу жолдарын анықтау аса маңызды болып табылады. Жалпы қақтығыс деген сөзге мән беретін болсаңыздар, оқулықтарыңызда конфликтус, яғни конфликт сөзінен шыққан егесу, керісу, дау-жанжал, тартыс деген мағынада беріледі. Яғни сұрақ сіздерге қақтығыс ұғымын қалай түсінесіз? Екінші сұрақ, қақтығыс не себепті болады? Қақтығыс сөзіне қарай сіздер жаңа сөздермен, терминдермен танысатын боласыздар. Этноконфессионалды, либералды принциптер, конфликт, қарулы қақтығыс, қарусыз қақтығыс, әлемдік қауымдастық, концессия, терроризм. Ең соңғы терминге мен аса назар аударғым келеді. Бұл терроризм сөзі қазіргі таңда әлем бойынша ең ауқымды күрделі мәселелердің бірі балалар. Өйткені террорлық актілер қазіргі таңда көптеген мемлекеттерде орын алуда, өкінішке орай. Өйткені белгілі бір топтар, саяси, әлеуметтік топтар немесе діни топтар көптеген адамдардың, қарапайым халықтың миын улап, осындай топтарға шақыру арқылы адамдарды жаңылыстырып жатыр. Тақырыптарда естеріңізде болса, біз салалас құрмалас сөйлем және сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлерін өткен болатынбыз. Осы бөлімде біз аралас құрмалас сөйлемнің жасалуы және де олардың түрлеріне тоқталатын боламыз. Сонымен аралас құрмалас сөйлем дегеніміз бұл құрмалас сөйлемнің бір түрі болып есептеледі. Кемінде 3 жай сөйлемнен құрылады. Яғни аралас құрмалас сөйлемде тиянақты да, тиянақсыз тұлғалы құрмалас сөйлемдер қатысады. Және де мысалдар келтіріп өтетін болсақ, мысалы бірінші, түні бойы жауған қар таңертеңгісін тезірек еріп, күн шығып кетті. Осы сөйлемге назар аударсаңыздар, түні бойы жауған қар ол бізде басыңқы, таңертеңгісін тезірек еріп бағыныңқы, күн шығып кетті басыңқы болып есептеледі. Аралас құрмалас сөйлем дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдер бір-бірімен өзара салаласып та, сабақтасып та,
байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі болып есептеледі. Енді тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, бізде көршілес мемлекеттердің арасында болған қақтығыстарды шешу мәселесі бойынша бірнеше жиындар болып өткен. Әсіресе біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Түркия мемлекетінің Ресеймен, Украина мемлекетінің Ресеймен болған қақтығыстарында шешуші рөл атқарғанын атап өткім келеді. Елбасының сол қақтығыстарда шешу бойынша үлкен рөл атқарғанын қазір бейнероликтен тамашалайтын боласыздар. Шиеленісі тек тілдесу арқылы ғана шешуге болатынын айтты. Ал арпалысып жатқан әлем алпауыттары түптің түбінде бір тоқтамға келеді. Тек кері тартпай келісімге келу қажет. Тұңғыш президент жаһандық сын-қатерлерге төтеп беретін бірнеше бастама көтерді. Оларды әріптесім Дастан Сейілханұлы тізіп берсін. Кескілескен ұрыс келмеске кетті. Енді әлемде соғыс болмайды. Белгілі саясаттанушы Фрэнсис Фукуяма осылай топшылаған. Ойын тізіп тіпті тарихтың ақыры деген атаумен кітап қылып басты, бірақ пайым расталмады. Қазір әлем тапырақ күйде, алпауыттар айқасып жатыр. Сауда соғысы өршіп тұр, мұның соңы қасіретке ұласуы әбден масштабты. Елбасының айтып отырғаны ендігіде бәрін електен өткізу керек. Әйтпесе қолды мезгілден кеш сермегендей боламыз. Қазір қарызға батқан елдер көп, алыс беріс азайды. Осының кесірінен дамушы елдер дағдарып қалды. Алып құрлықта орналасқан мемлекеттерге таяу шығыстағы жағдай одан бетер ушығып жатыр. Сирия мәселесі әлі шешімін таппады. Украина қақ бөлінді. Тіпті кейбір елдер антқа адал болмай шықты. Айталық, ядролық қаруды қолданбауға келіскен кейбір мемлекеттердің қазір райынан қайтып жатқаны анық байқалады. Оқулықтарыңызда 129-130 бетіндегі мәтін негізінде интервью дайындауларыңыз қажет. Интервьюда халықаралық қақтығыс туралы ересек кісіден, ата-ана немесе аға әпкелеріңізден интервью аласыздар. Қақтығыстағы елдер туралы ақпараттарды қамтитын сұрақтарды дайындайсыздар, және де қақтығысты шешу жолдарын атап көрсетесіздер. Интервьюда маңызды сұрақтар қоясыздар, салалас сабақтас, аралас құрмалас сөйлемдерді қолдануға тырысыңыздар. Өздеріңізде сенімді болып, сауатты сұрақ қойып, жауабын дәптеріңізге жазып, маған түсіріп жібересіздер. Екінші тапсырмамыз 131 беттегі 10-шы тапсырма. Ол жерде сіздер керекті сөздерді пайдалана отырып, мақалдардың жалғасын тауып жазасыздар. Осы презентацияны мен Google Classroom'ға жүктеймін, және де үй тапсырмасын мұқият орындап, маған қайта жауап беруді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.